Модель екеуміз жеті ғой. Абай жалпы қара сөздерді жазбастан ой келген болатын, немен айналыссам болады екен деп осы ойының барлығын жинақтап жер ортасы жасқа келген уақытта Абай Құнанбаев ендігі өмірімді неге арнасам екен деп ойлады. Яғни қайғы ол адамның ішінде қалып тұрып кетіп қалмайды. Ол я болмаса көзінен жас болып ағады, я болмаса аузынан сөз болып шығады дейді. Қайғы болғанда да олар білім іздемедім немесе ауру болып қалдым деп қайғырмайды олар. Және де олар кейбір кезде осы жас баладай қайғы қасіретсіз сонымен қатар жүре береді деп айтып иманыңды шапағаттау керек. Яғни біріншісі, екіншісі осы жат жолда оның артынан Құран оқысын дейді ме, әлде қартайғанда асырасын дейді ме? Артынан қалған дүниеге ие болсын дегені, ол өзіңнен артынан қалған дүниені өліп бара жатып, жұрттан қызғанғаның ба дейді. Физика қасиеті оның бірі, оның қуанышы, енді екіншісі оның жұбанышы. Оның қуанышы өзінен, қоғамда өзінен жаман адам табылса, өзінің жаман әрекеттерін адам шықса, содан артық болсаң болды, соның жаман қасиеттерін бетіне бассам болды деп айтып па деп соған басында қуанышын жеткізеді. Біреудің жаманшылығын соның бетіне баса беретін халықпыз деген келтіреді. Егер жақсы көрсе, мен олардың қылықтарына төзіп, олар бір адамның көңіліне жақсы келер, өзім жатуым керек еді, олардың қамын жемеуім керек еді. Өзінің халқының надандығын. Барлықтарыңыз бірінші қара сөзінен бастап 45-ші қара сөзге дейінгі түгел жаттамасаңыздар да мағынасын, мән мағынасын Абай Құнанбайұлының не айтқысы келгенін түсіндіңіздер. Сондықтан бұл деген тек қана Абай сіздердің бүгінгі оқып жатқан марафондарыңыз, жаңағы 5 минуттық көркем әдебиеттеріңіздегі Абай Құнанбайұлымен шектелмесін. Жалпы Абай Құнанбайұлының не айтқысы келгенін түсінетін жаста деп беріп отырмын. Барлықтарыңыз өз деңгейлеріңізде, өз ойларыңызды түсіндіңіздер деп ойлаймыз. Тілдік мәдениеттеріңізді, сол абайша сөйлеулеріңізді, жалпы көркем әдебиетті, көркем сөзді жеткізудегі сіздердің сөз саптауларыңыз өте жоғары деңгейде. Сондықтан ол еңбегіміз біздің зая кеткен жоқ екенін бүгін мына Бағдәулет апайдың қорытындысынан мен көріп отырмын. Ең біріншіден балдар сіздерге үлкен рахмет айтамын. Мен қазақ тіл пәні мұғалімі емеспін, мен математика пәні мұғалімімін. Оқуға құштар мектеп деген үлкен акция болып жатыр. Жалпы бұл республика бойынша мен сіздерге соның бәрін түсіндіріп айттым естер. Сондықтан біздің мақсатымыз, біздің қазіргі қоғамға жасап жатқан жұмысымыз сол. Сендердің дұрыс, жақсы, білімді, ақылды адам болғандар. Ақылдың да, білімдің де бәрі сол Абайдың қара сөзінде толып тұр. Абай Құнанбайұлының 45-ші қара сөзі. Құдайды барака тағаланың барлығының бір үлкен дәлелі, неше мың жылдан бері әркім әртүрлі сөйлесе де, бәрі де бір үлкен Құдай бар деп келгендігі. Уахам неше мың діннің бәрі де қадалады. Құдайға махаббат лайықты дегендігі. Біз жаратушыға емес, жаратушы көлеңкесіне қарай білетұғын пендеміз. Сол махаббат пен ғадалатқа қарай татпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу кім анығырақ түсінсе, сезсе, сол артықшылығы. Инандым, сендім демек, инандырамын, сендіремін деген емес. Біз 10-шы А және 10-шы Б сынып оқушылары осы Абайдың қара сөздері эстафетасын 9-шы А сыныбына жолдаймыз. Бойы болған сөзі жылмаң, кімді көрсем мен сонан